онша ескірмейді, өйткені ол біздің жүрегімізде қалады. Мен қазақ әдебиеті үлкен үлкен үлес қосқан, сол үшін ол ескірмейді. Абай. Иә, қазақ әдебиетінің үлкен үлес қосқан. Жақсы, абай. Абай Құнанбаевтың көптеген шығармалары қазірге дейін танымал және өнегелі сөздері әлі күнге дейін жүрер. Сондықтан Абай Құнанбаев қазірге дейін ескірмейді. Жақсы, иә. Бейбіт айта ғой. Шығармалары бар, адамгершілік маңызы бар. Халыққа сіңген. Жақсы. Енді осы жер қазаққа ескіргенде Абай ескіреді деп жауап берген екен. Демек, бұл жерде біз Асқар Сүлейменовтің терең ойлайтын, тек қана бетінен қарайтпай, терең философиялық ойлайтын байқай аламыз. Демек, қазаққа ескірген кезде бізде не болады? Абайдан да ұлы адамдар дүниеге келеді. Сол кезде ғана Абай ескіреді деп өзінің ойының тереңдігін көрсетіп өткен екен. Сол кезде барлығы қарап таң қалған екен. Енді сабағымызды қазір бастамас бұрын мына жерден шығып, мына жерден білезіктерден алып өтейік. Сол бойынша ақылды білезіктерден алып бір-бірден келіп ала берейік. Мына жақта тұра берейік, білім алушылар қазір. Намыс тобына көк түсті, одан кейін жасыл, қызыл түс бойынша отыра береміз. Мұнда сары түсті таңдағандар. Білесіздер, қолдарымызға қабылданыздар болады. Топтарымыздың атауларына назар аударсақ, топтың атауына назар аударсақ, мына жерде бірінші топ бізде рух тобы, екінші топ намыс, үшінші топ тағдыр, және де төртінші топ сынақ тобы. Енді қалай ойлаймыз, бұл топтың атаулары қазіргі бізде өтіп жатқан бесатар бойшымен қалай байланысты? Бір-бірден қысқасын айтып өтсе, атабай. Жақсы, келесі топта намыс тобы, даусын шығарып. Намыс пен ар сөздері, жақсы. Тариханың ерекше алаңдығы, сәруардың тұтынға түсуі, және де жанаушы отрядтармен қазақ халқының қақтығысы және олардың тарихи кезеңіндегі ауыр тағдырын Біздің топтың сынақ аталу себебі өткен бесатар повестінде осы сынақ туралы, яғни адам басына келген сынақ туралы көп айтылған. Жақсы, енді бағалау парақтарын бағалап өтейін. Қазір топ бойынша бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Бірінші топты екінші топ бағалайды, екінші топ үшінші топ, ал үшінші топты төртінші топ бағалайды. Ал төртінші топ бірінші топты бағалайтын болады. Мына жерде бағалау парағында тапсырмалар және оның жинайтын шектік балдары берілген. Осы бойынша әр топтағы әрбір білім алушыны бағалап отырамыз. Одан кейін сабақтың соңында бағаларын айтатын боламыз, жақсы ма? Енді қазір шақтаға назар аударсақ, өткенді қайталап алсақ, бірінші жаңа сабағымыз бастамас бұрын өткенді есімізге түсіріп алсақ, дескриптормен таныстырып өтейін. Міне бесатар повестінің мазмұны, оқиға желісі мен негізгі тақырыптарды дұрыс анықтайды. Бұл үшін бізде 17 балл беріледі. Повестегі негізгі оқиғалар мен идеяға қатысты сұрақтарға нақты жауап береді, 17 балл. Автордың көтерген мәселелерін және шығармашылық маңызын түсінеді, 16 балл. Сонда барлығы бізде үй жұмысы бойынша 50 балл шектік жинайтын боламыз. Оқиға сюжеті қай жылы болды? Бір-бірден тұрып жауап берген, қол көтерді ме? Оқиға сюжеті 1960 жылы болды. Қазақтар Маузерді не деп атаған? Мерей? Бесатар, біздің өтіп жатқан повестінде. Келесі. Петербургта оқыған банкирдің баласы жас офицер кім дейді? Кім қол көтеріп айтамыз? Иноземцев, жақсы. Сәруарды кім атты дейді? Төртінші топтан жауап берейікші, кім атты?
Келесі. Көзі ала көз біткен орнына керек сөзі белгіледі. Ненің көзі ала бізде? Көзі? Қорқыныштың көзі ала дейді. Бұл бізде повесте кездеседі. Крейгель жалпақ сары көшіріне маузерін беріп сәруарды ат деп бұйырды дейді. Кімге бұйырады сәруарды ат деп? Бесаттар повесі қай жылы жазылды дейді? 1968 жылы. Автор повесі аласапыран кезеңді қалай, не арқылы бейнелеген? Адамдардың тұрмыс тіршілігін суреттеу арқылы, жоқ, емес. Кейіпкерлердің ішкі көзқарасы өмірге деген құлшыныстар арқылы екен. Шығармадағы кризис. Неліктен шығарма бес атар деп аталған? Автор оқырманды соғыс қару-жарақ жұмсалатын оқиға дайындайды. Оқиғаға. Шығармада биеден ала да тумақ, құла да тумақ деп кім айтқан? Төрехан. Бізде Крейгель, кім туралы айтады? Крейгель ала да тумақ, құла да тумақ деп тұтқын туралы, иә? Иноземцевті тұтқынға алған кім дейді? Төрехан емес? Мұқағали кім бол? Бізде Төреханның? Төрехан. Жоқ, мына жерде қате келіп қалған сияқты, иноземцев тұтқынға алған жер аталған. Қазығұрт Қазақстан. Крейгель сәруардың әкесін неліктен ұстап отыр? Сәруардың әкесі бізде кім? Крейгель сәруардың әкесін не себеп ұстап отыр? Себебі Крейгельдің Отбасы. Жоқ. Себебі ол Төреханның жаңа Мұқағали деген көмекшісі. Бізде кім ұстап отыр? Иноземцев ұстап отыр. Асқар Сүлейменов қай сыйлықтың иегері? Жақсы. Ал топтасқан бағалардың Бесаттар повесін жалғастыратын боламыз. Соның ішінде біз Сәруар деген кейіпкерге тереңірек үңілетін боламыз. Демек бізде Асқар Сүлейменов Бесаттар повесі, соның ішінде Сәруармен таныс болатын боламыз. Сабақтың мақсатын оқып берейік, Шаха, қарай. Сабақ мақсаты шығарма мәтініне сілтеме жасап, тақырып пен бейнелер туралы өз пікірін білдіре отырып, проблемалық сұраққа толық дәлел жауап береді. Толық дәлелді жауап береді. Жақсы, енді сабақтың мақсатымен таныс болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Қазір біз топтық тапсырма орындайтын боламыз. Әр топқа тапсырмалар беріледі, мұқият тыңдап аламыз. Бірінші топ сәруардың бейнесін талдайтын болады. Бізде бұл бірінші топ рух тобы, екінші топ сәруардың мінезі мен ішкі әлемін. Үшінші топ бізде сәруар және басқа кейіпкерлер, яғни сәруардың басқа кейіпкерлермен қарым-қатынасын, ал төртінші топ автордың сәруар бейнесіне көзқарасын талдайтын болады. Бірінші дискриптормен танысып алайық, содан кейін жұмысқа кірісеміз. Дискриптор бізде мінезі, ішкі әлемі және басқа кейіпкерлермен байланысын анықтауға 5 балл беріледі. Автордың сәруар бейнесіне қатысты көзқарасын түсіндіруге 5 балл, және де талдау негізінде өз пікірін дәлелді, жүйелі түрде жеткізеді. Бұған 5 балл. Сонда барлығы 20 балл.
Қалған топтар тыңдаймыз, иә? Қалған топтар тыңдаймыз, жақсы ма? Тынышталамыз, болды. Қалқылау тоқтатамыз. Аха. Бізге берілген қоңалықтарға сәлемен таныстыра кету, ол деген ең басты кейіпкердің бірі, ол терең ойлы. Ол мінез айта кетсек, Сарвар повестегі ең күрделі әрі терең мағыналы кейіпкердің бірі болып саналады. Оның мінезіне келсек, ар-намысты бірінші орынға қойған, өзінің айтқанын істейді, сөзіне анық, ісіне сенімді адам болады. Аха. Асқар Сүлеймен осы Сарвардың бейнесі арқылы адамның күрделі екендігін, адам болмысына деген екенін көрсеткісі келеді. Ол отаршылдыққа қарсы шығып, халқының еркіндігін қорғауға ұмтылған. Тағы да не там? ол ұрымды жағдайда көп өтілген болатын, және де оның өмірлік тағдыры өте қиын болған, оның көптеген жолы ашылып кеткен, және де қыз аяқ жақтан көбінесе қиыншылық болған. Бейнесі адамның тереңдігін көрсетеді. Жақсы. Болды ма? Аха, жақсы. Екінші топ, бірінші топ бағалап кетпейді. Мінезі мен ішкі аренасына отырып. Аха, тыңдаламыз. Аха. Бізде Сарвар жалғандыққа қарсы, күмәншіл және әділдікті іздейтін, және қайшылықтарды терең сезінетін, және ойшыл және шыншыл адам. Сарвардың тағы бір ерекшелігі оның халқылығы мен төзімділігі. Өмірінде кездескен қиындықтарға асығыс шешім қабылдамай, айыппен қарайды. Қандай жағдай болса да адамның қасиетін жоғалтпай, ол оның рухани биіктігін көрсетеді. Сонымен қатар Сарвар ар-намысты артқа қойған жан. Ол өз абыройын, отбасы тәрбиесін бәрін жоғары ұстайды. Сонымен қатар әр ісінде ұқыпты және жауапкершілік танытады. Аха. Сарвардың ішкі әлеміне қашықтары да бар. Жалсын шығара ғой. Сарвардың ішкі әлемге де қашықтары бар. Бір жағынан
екінші жағынан қоғам талабына отбасы пікіріне ескеруге тырысады. Осындай ішкі тартыс оның жан-дүниесін көзге ашады. Ол көп жағдайда өз уақытында мен жақындарының тыныштығын Сәруар табиғаты нәзік болғанымен өте мақтаулы, сыртқы түзеуге осындай қарама қайшылық оның бейнесі шынайы әрі әдемі етеді. Бекітіп повесімен тереңшілік кейде батыл болатын әрекет. жақсы. Бұл бізде не айттық? Сәруардың мешкерлеме. Жақсы. Бесаттар повестінде 6 кейіпкер бар. Олар Мұқағали, Крейгель, Иноземцев, Шереха, Нұрғазы және Сәруар. Бесаттар повестінде Сәруар ержүрек, батыр және күшті адам ретінде жазылған. Ол қиындық тудыратын кейіпкер немесе қарсылас рөлінде. Батыл, қорықпайтын, тәуекелшіл, тапқыр және сенімді. Халыққа адал, жолдастарына бірге жолдастармен бірге әрекет етеді. Сәруардың мінезі ерлікті, батырлықты көрсетеді. Нұрғазы, Мұқағалидың досы, сенімді серігі, ол әрдайым жолдасын қолдайды, батыл, адал және шабыт береді. Қиындық Еші сабырлы мәдениетті, аналитикалық байсалды. Крейгель шешім қабылдауда ойлар, әділдікке сенімді, сырт көз ретінде оқиғаларды дамытады. Оның пікірі логикалық және сараптамалық мәнге ие. Иноземцев шетелдік ойлы білімді адам. Ол сырт көз ретінде бақылаушы және ақылшы, әділ мәдениетті парасатты. Қиындыққа төзімді, бақытшы және парасатты. Төрехан тәжірибелі, байсалды, ақсақалды, қасиеті бар адам. Ол Кеңесші. Ұйымдастырады өзінде. Сабырлы шешімдерді қабылдайды. тыңдалмаған болат сияқты. Жалпы біздің 4-ші топқа берілген тапсырма автордың Сәруар бейнесіне көзқарасы. Бұл Сәруар жалпы авторға қайсар, әділет үшін күрес және де ел тағдыры бойынша қарамай, әділетсіздікке қарсы тұрып, өз елі үшін еңбек етіп, және кейіпкерлердің батылдығын, рух күшін көрсетеміз. Жалпы автор Сәруар бейнесінде халықтың азаттыққа деген ұмтылысын көрсетеді. Оның жағымды, ержүрек кейіпкер ретінде суреттеп, еркіндік идеясын алға тартады. Жалпы бұл Сәруар бейнесі автор осы Сәруар бейнесі арқылы осы нәрседен көрсеткісі келеді. Повесте Сәруар бейнесі арқылы автор халық болашағы қарумен емес, ақылмен, сабырмен, адамгершілікпен құрылатынын көрсетеді. Бесаттар повесінде Сәруар тарихи сын сағатта саналы таңдау жасай алған тұлға, автордың үміт артқан кейіпкері. Сонымен қатар біз бұл повесте қайсарлық, күрес, әділет, батылдық және еркіндік, рух, намыс, еншалдылық туралы шығармада адамдардың мінезі және қорқынышы және билік халық арасындағы қайшылықты көрсетеді. Бесаттар повесі ол деген 5 оқты болдық деген мағынаны көрсетіледі. Жалпы бұл плакатта Сәруардың бұл бейнесі, ал бұл біздің тақырып, яғни Бесаттар повесі біз оқып арқылы көптеген нәрселерді білуімізге болады. Жақсы. Назар аударайық. Бізде екінші тапсырма қазір жаңа топтық жұмыс орындаған болсақ, қазір жұптық жұмыс орындайтын боламыз. Яғни бұл жерде қате дұрыс шешім әдісі арқылы әрекетті таңдап, оның қате немесе дұрыс еместігін айтамыз. Бұл жерде бізде мақсатымызға сәйкес бұл қате болуы мүмкін, дұрыс екі жақты сұрақ қой, бұл былайша айтқанда бір жұп оның қателігін дәлелдесе, екінші жұптың екінші сыңары оның дұрыстығын дәлелдей алады. Демек бұл жерде бізде дәптерге жазамыз, 3 минут уақыт беремін. Дәптеріңізге жазамыз. Іштегі мәнін түсінеді және оның дұрыс немесе қате шешімі ретінде бағалай алады. Бұған 5 балл. Әрекеттің неге дұрыс немесе қате екенін түсіндіреді, себепті нақты түсініктемені дәлелдейді. Бұған 5 балл. Әрекеттің салдарын нақты сюжетпен мысал келтіре отырып талдайды, 5 балл. Сонда барлығы 15 балл жинайтын боламыз. Жақсы ма? Талқылай берейік. Сұрағын жазып аламыз.
мұқағалидың иноземдіктер бұл әрекет қате шешім себебі бұл әрекет жағдайды одан әрі ушықтырып жаудың ашуын күшейтеді, яғни асығыс шешім елге қосымша қауіп әкеледі. Мысалға иноземдіктер тұтқындалғаннан кейін жау тарапынан қысым көбейді, салдары қарсылық күшейді, қақтығыс оңайды. Кригер Төреханада тұтқындалды. Мұқағали жаудың қауіпті екенін естіп, оны еркіне жібереді. Бұл елдің қауіпсіздігін ойлағаны. Елдің қауіпсіздігін ойлаған. Қате шешімі бұл әрекет жағдайды ушықтырды, ашу-ызаны туғызды, салдары қақтығыстар күшейді, адам шығыны болуы мүмкін болды. Дұрыс шешімге келетін болсақ, тұтқынға алу арқылы қарсы жаққа қысым көрсетті, өз мақсатын қорғауға тырысты. Жақсы, Кәусар. Иноземцевті тұтқынға алуы. Менің ойымша дұрыс шешім неге дұрыс? Мұқағалидың дұшпанға қолға түсіріп ақпарат алуды көздеді. Бұл соғыс жағдайындағы тактикалық әрекет. Тұтқын арқылы қарсы жақтың жоспарларын білуге болады. Жақсы. Тұтқынға алу сияқты тарихи әскери оқиғаға Мұқағалидың қарсы жоқ. Алма, сен жалғызда кіммен? Мен Айгүлмен. Аха, Айгүл, алма. Жақсы. Төртінші топта қарай. Мұқағалидың иноземцевті тұтқынға алуы. Өйткені ол отаршылдыққа, яғни әділетсіздікті жою үшін намысын қорғау жолында ашық көрсетілген. Жалпы Мұқағали әділетсіздікке халықтың ішіндегі жинақталған ашу-ызаны кетіріп, яғни сыртқа шығарған түрінде тұлға ретінде көрсетіледі. Алуы бұл ойланбай ашу үстінде ол тұтқынға алады. Бұл себебі олдан басқа адамдарға өте зардап шегуде. Тағы бір жұп айтайық. Білім Дұрыс па сенде? Себебі сәлем білім арқылы ең соңғы халыққа пайда келтіруді көздеді. Ол күшпен емес ақылмен күресуді таңдайды. Аха, жақсы. Нұрайма, сенде Нұрай. Сендер айтыңдар. Төреханың жерге Нұрай айтты, ол қате егер келіссөз жүргізсе, ашық сөйлессе, ол жерде дау болмас еді. Түсіністікпен қарату керек еді. Асқалары сенімсіздікті күшейтіп, қақтығыс жалғасты. Дұрыс, себебі жоспар құпияны сақтау көтеріліс үшін маңызды нәрсе екенін білеміз. Ол қазақ әдебиетіне өте көп пайдасын тигізген, себебі шығармалары адам ойын ерекше түсіндіреді, сосын қазақ өмірін жақсы бейнелейді. Екінші. Көтеріліс туралы айтылған. Ұлт-азаттық көтерілісі, яғни халықтың тұрмыс-тіршілігін және отаршылдыққа деген қарсы күресі ол негізгі оқиға болып есептеледі. Бұл негізгі оқиғаға, яғни патша үкіметінің зорлығына байланысты осы халықтың қуғын-сүргінге ұшырағаны, қиындыққа ұшырағаны осы Бесаттар повесінде толықтай көрсетілген болатын. Жақсы отырауы келесі. Бізде шығарма қандай оқиған болса, аха, Ең басты жылдардағы әділетсіздік. аха, жақсы. Келесі сұрақ. Көтерілістің шығу себебі неде? Бұл бізде анықтау бойынша. Көтерілістің шығу себебі Нұрай? Жерді тартып алуына, халыққа қысым көрсету және зор-зор Жақсы, келесі сұрақ. Келесі салыстыр дейді. Салыстыр сұрау бойынша кім жауап береді? Иноземцев пен Кригер. Аха, Нұрай. Иноземцев ол биліктің өкілі болған, ал Кригер ол әскери адам болған, және олардың мінезіне сипаттама келтіретін болсақ, иноземцев қатал кісі болған, ал Кригер ол күш қолданушы, яғни қатыгез болған. Аха, Кригер бәріне не істеген? Өз күшімен жеткен, иә? Ал иноземцев бізде кімнің баласы? Иноземцев сол бір байдың баласы, осы орынға келіп отырған, иә? Аха, жақсы. Келесің? Иә, Мерей? Сәруардың Төреханға деген қарым-қатынасы. Сәруар Төреханды әрдайым тыңдайды және ақылының бәрін жүреді. Иә, жақсы. Егер сен шығарма авторы болсаң, оқиғаны қалай басқаша аяқтар едің? Алма? Жақсы. Иноземцевтің қызметке әділетсіз келгендігін өз пікірімен дәлелде дейді. Жаңа әділетсіз келгендігін байқаймыз, иә, Арай? Ой, бақмай. Ол сондай билікте отырған адам болған соң мына билік арқылы келеді. Жақсы. Кригер, келесі. Егер Төрехан мен Сәруар тірі қалса, оқиға желісі қалай өзгерер еді? Тірі қалу мүмкін.
Галамошкин бізде тағы қандай кейіпкер ол? Галамошкин бізде салқын көзқарасқа жаңағы мейірімділікті, иә, мысалы оған ең соңында бесатарды беріп айтады ғой, ат деп жаңағы Сәруар мен Төрехан сол кезде оның бас тартқандығынан бұл әлемде мейірімділіктің, жақсылықтың, барекеттің көрсетілген. Иә, келесі Мұқағалидың қызу қандылығы шығармада қалай көрініс табады дейді, иә, жаңа айтып өттік. апай ол әділетсіздікке шыдамағасын осы қызу қанды болды. Яғни әділетсіздіктің орнын басып, әділетті шешім, әділетті халық орнатуға күш жұмсады. Жақсы. Айлакер болған, ол батыл болған және халық мүддесін қарамайтын кейіпкер болған. Несін халықтың? Қорғамайтын, өзін ғана ойлайтын. Жоқ, ол соңында кез келген кейіпкерге хат жазамыз. Міне дескрипторы берілген, хатты үлгідегі талаптарға сай жазады, кейіпкер бейнесін дұрыс ашады, шығарма мазмұнына сүйеніп жазады, кейіпкердің іс-әрекетіне нақты пікір білдіреді дейді. Бұл бізде 0 мен 50 сканерлер кері байланыс, қолдарында сағаттар сканерлер әрі осы сұрақтарға жауап берсе. Бұл жерде бізде проблемалық сұрақтар берілген, файлдер тақтасында жауап берсек. Бойынша қалғандарын жазып жатқанда топбасшылар бағалауды айтып жіберейікші. Бірінші топта бағалмай. Апай біз екінші топты бағаладық. Аха, екінші топта. Бағалау шығарып жіберейік, топбасшылар тездетіп. Қалғандарын жаза береміз, иә мұнда? Қасымов Аяулым 65, Ақылбек Айым 65, Каусар 75. Аха, жақсы. Екінші топ. Бізде Нұрбай Аяулым 70, Диана 70, Аружан 85, Мерелім 75, Мырзахан Мери 85, Нұрай 85. Аха, жақсы. Үшінші топ. Аружан. Бізде Арайлым 90, Эльназ 88, Айла 80, Бейбіт 75, Гүлнұргүл 75, Гүлсая 75. Жақсы. Арай, сендер бірінші топ. Бақмай 90, Забиға 87, Айым 80, Ақнұр 79, Оразәлі Мери 80, Дана 75. Мынау сабақ өте күшті деп күн жазып қойған. Мына жерде міне кейіпкер тағдыры тек жеке қателіктің нәтижесі емес, ол ең алдымен заман шындығының салдары деп ойлаймыз деп жазды. Аха, тездетіп жазып жіберейік. Алма жазған, иә? Себебі кейіпкер өмір сүрген кезеңде әлеуметтік теңсіздік, отаршылдық, қысым, әділетсіздік сияқты факторлар оның еркін таңдау жасауына мүмкіндік бермеді дейді. Бір ғана студент көрініп тұр. Hän жазып отырсың? Бұл жібере бер, иә? Келмей тұр ма? Сол заманда әділетсіздік қорғаныс болған білдім дейді. Келесі, бұл түйін бүгінгі күнмен тікелей байланысты, себебі